Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен осындай дәмді әрі жұмсақ ореховый пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа және 140 грамм қант керек болады. Осы екеуін миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне 110 грамм сары май және де 250 грамм айран қосып, екеуін миксердің көмегімен тағы да араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң 250 грамм ұнның үстіне 10 грамм разрыхлительді қосамыз. Оларды араластырып, ситадан өткізіп саламыз. Және олардың бәрін бірге сала салмай 2-3 бөлікке бөліп салып араластырып отырамыз. Дайын болған массамыздың үстіне бір кесе орехты қосып араластырамыз. Және оны ыдысымызға құйып, 180 градуста 40-45 минуттың ішінде пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Енді үстіне сгущенканы жақсылап жағып шығамыз. Барлық шетіне жағып шыққан соң, жаңағы қалған орехтарымызды толығымен бетіне сеуіп шығамыз. Міне сонымен біздің пирогымыз дайын. Жасалу жолы өте оңай әрі дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.